жылда өтетін дүние бұл. Еліміздегі неге Алматының бизнесқа белсенді қатысып жүрген қыз-келіншектері осылай жылда жиналады деген сұрақтар туындаса, әрине бұл еліміздің тәуелсіздігімен бірге еліміздің кәсіпкерлігінің бесігі деп айтсақ та болады. Дәл осы мақсатпен мынау жаңа тұрған алдымыздағы тапсырмалар ең бірінші қаңтар оқиғаны аттап өте алмаймыз. Боса болмаса, бұдан өзімізге сабақты алуымыз керек. Ал енді бас себептерінің бірі ол жаппай қаланың айналысындағы жұмыссыздық. Мынау ковид дейміз, коронавирус, індет дейміз дегенмен де ол енді артқа қарай шегініп бара жатыр. Ертеңгіміз боса болмаса бұл тұрақты жұмыс орындар. Ертеңгіміз ол дербес кәсіпкерлік. Ертеңгіміз бұл әйел кәсіпкерліктердің жаңа белесі.